Қайырлы күн. Бір қолымызбен басымызды, бір қолымызбен иығымызды ұстап, мойнымызды солға қарай бұрамыз. Бұл 5 минуттық жаттығу мойындағы әжімді кетіріп, сондай-ақ мойынды ұзартады. Сонымен қатар беттегі әжімдерді кетіріп, бет бұлшықеттерін қатайтып, беттің жақтың қырын шығарып, сондай-ақ екінші иекті кетіруге көмектеседі. Олай болса, соңына дейін менімен бірге жасаңыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Енді тіліміздің ұшымен бетіміздің оң жағына осылай жоғары төмен жүргіземіз. 30 секунд. Енді дәл солай сол жаққа қайталаймыз. Енді тіліміздің ұшымен оң жақтан сол жаққа қарай жарты доға жасап, айналдырып жүргіземіз. 30 секунд. Енді дәл солай үстіңгі жағымызға жарты доға жасап, тіліміздің ұшымен жүргіземіз. Келесі жаттығу мойнымыздың алдыңғы тұсына арналады. Мойнымызды осылай жоғары қарай, оңға, солға жылжытып, жоғары көтереміз. Ендігі жаттығу мойынның екі жағына арналады. Мойнымызды оңға және солға кезек-кезек жылжытамыз. Енді ернімізді жиырып, ерннің ұшын оңға және солға жоғары қарай тартып көтереміз. Сондай-ақ ерннің жанында әжім болмауын қадағалаймыз.
Енді ернімізді жиырып жымиямыз. Осылайша бет бұлшықеттерін қатайтамыз. Осылайша 5 минутта біз бетті көтеруге арналған, сондай-ақ жақтың қырын шығаруға арналған, екі жиекті кетіруге, мойынды ұзартуға арналған жаттығу жасадық. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ сіздерге ұнады деген үміттемін. Сонымен қатар каналға тіркеліп, пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.